Қара індет не себепті жылдам таралды? Батыс Еуропа халқының саны 11 ғасырдан бері үнемі өсумен болды. Халықты азық-түлікпен толық қамтамасыз ету мүмкін болмады. Европада 14 ғасырдан бастап климат нашарлады, ауа райы суытып, қуаңшылық орын алды. Жиі ашаршылық болып тұрды. Үнемі асқа жарымаудың әсерінен адамдар жұқпалы аурулармен ауырды. 1347 жылы ең қауіпті індет басталды. Індет әсіресе қалаларда қатты болды. 3 жылдың ішінде осы аурудан Европа халқының 1/3 қаза тапты. 14 ғасырдың ортасындағы қорқынышты бұл ауру қара індет деп аталды. 14 ғасырда осындай жағымсыз өзгерістер шаруалар көтерілісіне алып келді. 14 ғасырда шаруалардың жағдайы әсіресе Англия мен Францияда нашар болды. Себебі екі мемлекет арасында 100 жылдық соғыс болып жатқан еді. Жауласқан әскерлердің шексіз қақтығыстары француз шаруаларын күйзелтті. Англияда әскери қимылдар жүргізілмесе де, үкімет соғыс үшін жаңа салықтар талап етіп отырды. Ағылшын әскерлері шаруалардан тұратындықтан, олар өз қожаларын тастап кетуге мәжбүр болды. Бұл себептер 14 ғасырда Англия мен Францияда басталған екі ірі шаруалар көтерілісіне әкеліп соқтырды. Жұқпалы аурулар Европа елдеріне кемелермен жеткен егеу құйрықтар арқылы тарады. Індет қалаларда қатты болып, Европа тұрғындарының 1/3 қазаға ұшырады. Франция мен Англияда қалыптасқан жағдай шаруаларды күйзеліске жеткізді.